Мүшриктер ұсынысы. Меккелік мүшриктер дүние дәулеттің де, атақ мансаптың да, азап пен қорлықтың да Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалам алған бетінен тайдыра алмасын түсінгенде енді оған басқаша ұсыныстар айтуға көшкен. Бір күні олар тағы да пайғамбарымызға келіп, сен жаратқаныңнан мынаны тіле. Егер Сафа төбесін алтынға айналдырар болса, онда біз саған еланып иман келтірейік, дейді. Бұл адам қолынан келмесі айдан анық, тек жоғары құдірет иесінің жаратуымен ғана болатын іс. Мүшриктер осындай адам қиялында ғана болатын шаруаларды талап етіп, Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам қиналғанын көрсе, өздері рахатқа бөленердей сезінетін, сөйтіп өздерін жұбататын. Олардың армандары қалайда ұлы тұлғаны мұқату, кекету, өзгелердің басын шырмап, соңдарынан ерту. Әрдайым Алланың Расулы олардың тілектерінің орынсыз екендігін, ондай іске Алланың ғана құдіреті жететіндігін түсіндіруге тырысатын. Мүшриктер бұл жолы да пайғамбар бас тартады деп ойлаған. Бірақ Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, егер Сафа алтынға толса, шынымен мұсылмандықты қабылдайсыңдар ма? дейді. Бәрі бір ауыздан келіскен сыңай танытты. Олардың жауабынан соң пайғамбарлар сардары көкке қол жайып, қайырымды жаратқанына жалбарына бастады. Дүние сұлтанының дұғасы жауапсыз қалмасы белгілі. Сол заматта ақ Жәбірейіл періште келіп, Алла тағала саған сәлем жолдады. Қаласаң Сафа төбесін алтынмен аптайын, бірақ мұнан соң олардың арасынан иман етпегендер шықса, оларды адам айтқысыз азапқа душар етемін. Не болмаса, бұл тілектерін орындамай тәубеге келгенше күтейін деп айтты, деді. 18 мың ғаламның берекеті боп жаратылған пайғамбарға таңдау еркі берілді. Соған қарамастан ол өзіне соншалық зұлымдық жасаған қауымына жан ашып, ей құдіреті күшті жасаған ием, олардың бұл жолғы тілектерін орындама, ақыретке дейін оларға тәубе мен рақымшылық жолын ашық қылғайсың, деп жалынды. Кәпірлердің тұзағы күн сайын түрленді. Бір күні тағы да мүшрик ақсақалдары жиналып, Алла елшісіне, сені қалаған әйеліне үйлендірейік, байлыққа қарық қылып, ауқаттылардың алды қылайық, тәңірімізді түкке алғысыз етуіңді тыйсаң болды, деп қоқаң-лоқы көрсетті. Болмаған соң жалынып та көрді. Мұнан түк шықпасын сезген соң олар, ұсынысымызға құлақ сал, саған да бізге де қайырлы амал қарастырдық, деді. Расулулла, қайырлы дегендерің не? деп сұрады. Құрайш мүшриктері, сен біздің тәңірлерімізге Лат пен Ұзаға бір жыл табын, сосын біз сенің жаратқаныңа бір жыл құлшылық қылайық, деді. Әрине, бұл да кәпірлердің кезекті тұзақ еді. Осы ойындарымен пайғамбарымызды алдап түсірмек болған еді. Алайда 100 ойланып, 1000 толғанып, тапқан айлалары да жүзеге аспай қалды. Осы оқиғаға байланысты Алла тағала тарапынан Кафирун сүресі түсірілген. Онда былай делінген: Уа Мұхаммед, оларға айт, әй кәпірлер, мен сендердің табынғандарыңа әсте табынбаймын. Сендер онсыз да менің табынғаныма табынушы емессіңдер. Мен сендердің табынғандарыңа табынушы емеспін. Сендер де менің табынғаныма табынушы емессіңдер. Ендеше өз діндерің,
өздеріңе, ал менің дінім өзіме. Пайғамбар осы сүрені түскен бетінде мүшриктерге дауыстап оқыды. Кәпірлер бұл жолы да жеңіліс тапқандарын мойындап кері қайтуға мәжбүр болды. Мекке мүшриктерінің жатса тұрса ойлайтындары Расулланың насихаттарына сызат түсіру болатын. Осы мақсатпен олар яһуди ғалымдармен кеңескенді жөн көрді. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам жайлы толығырақ мәлімет алу үшін Мәдинаға сапар шеккен мүшрик өкілдері яһуди оқымыстылармен кездесіп, сүйікті пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам айтқандарын істегендерін баяндады. Әңгімелерін түйіндей келе, сіздер Мұса пайғамбардың кітабы Тәураттың қожайыны саналасыздар. Білімділіктеріңізге ешкім шәк келтірмейді. Осы адам туралы дұрыс мәліметті бір білсе, сіздер біледі деген оймен келдік, деп ұсыныстарын жеткізді. Яһуди оқымыстылары кәпірлердің талабын былайша қанағаттандырды. Одан өткен замандағы жас жігіттердің қайран қалдырарлық ісі не еді? Жер жүзін шығыстан батысқа дейін бағындырған толғаның хикаясын білесің бе? Рухтың сырын түсіндіре аласың ба? деп сұраңдар. Егер ол сұрақтарға жауап бере алса, ол шын мәнінде Алланың пайғамбары. Уағызына құлақ қойып мойынсыныңдар. Ал егер жауап бере алмай күмілжісе, өтірікшінің нағыз өзі болғаны. Ұрсаңдар да, соқсаңдар да, ерік өздеріңде. Мүшрик өкілдері Меккеге қайтып келіп, жағдайды қауымдастарына бастан аяқ баяндады. Мүшриктер үлкен үкімет пайғамбарымызға барып, яһудилердің айтқан 3 сауалын сұрады. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам сұрақтарға жауап беру үшін ойлануға бір күн мұрша берулерін сұрады. Жауаптарды ертең айтайын дей тұрып, иншалла деуді есінен шығарды. Сол себепті бірнеше күн бойы Алладан уахи түспей Расулла іштей қиналысқа душар болды. Мүшриктердің Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам бізден бір күн сұрап бірнеше күн бойы үнсіз қалды деген алып қашпа әңгімелерін естіген сайын жан азабы арта түсті. Арадан бірнеше күн өткенде мүшриктердің сауалдарына жауап ретінде аян келе бастады. Эй Расулым, сонда сен біздің бірінен бірі асатын аяттарымыздың арасынан тек Асхабу Кахф және Рақымды ғана ең таңғажайып аят деп ойладың ба? Ол жас жігіттер үңгірді паналағанда, уа Раббымыз, бізге өзіңнің рақымыңды төге көр, ісімізді оңғарып жетістікке жетуді нәсіп ете көр, деп дұға еткен еді. Кахф сүресі 9-10 аяттар. Осы аяттар арқылы мүшриктердің бірінші сұрағына жауап берілді. Ол жігіттердің Кахф асхабы деп аталғаны олардың таң қаларлық істері Кахф сүресінде егжей-тегжейлі баяндалды. Мүшриктердің екінші сұрағына төмендегі аяттар жауап береді. Уа Мұхаммед, олар сенен Зұлқарнайн жайлы сұрайды. Оларға сендерге ол жайлы да бір ғибратты әңгіме айтып берейін де. Кахф сүресі 83 аят. Сүренің мұнан кейінгі аяттарында Алла тағала Зұлқарнайнды керемет күш иесі етіп жаратқандығы, оған мол ырзық бергендігі, оның батысқа қарай сапар шегіп
жолшыбай кездескен қауымды жақсылыққа үндегені, кейіннен шығысқа бет алып, мұнда да кездескендерін қайырлы істерге бастағандығы туралы айтылады. Кахф сүресі 84-98 аяттар. Мүшриктердің үшінші сауалына жауап ретінде Исра сүресінің 85 аяты түсті. Онда былай делінген: «Эй Расулым, сенен рух туралы сұрады. Оларға былай де: рухтың ақиқаты Раббым маған аян, сендерге ілімнің аз бөлігі ғана білдірілген». Мүшриктер сұраған сұрақтарының бәріне толық қанағаттанарлық жауап алды. Солай бола тұра, Әзірет Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам қарсы шығып, оның жауаптарына іштей таңданғанымен сырттай білдірмегенсіп қырсыға түсті. Олардың ақиқатқа көздерін жұмуы Құран мен иман жолының кеңеюіне кедергі бола алмады. Алла тағала Әзірет Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам Кахф сүресінің 23-24 аяттарында бұлайша ескерту жасады: «Қандай да бір іске бел буғаныңда, мен оны ертең істеймін деп айтушы болма, тек иншалла істеймін деп айт. Олай айтуды ұмытып кеткеніңде, бірден Раббыңды есіңе ал, әрі Раббым маған туралыққа ең жақын болған істі аз ғана уақыт ішінде істеуді нәсіп ете көр деп үміт етемін де». Пайғамбарлар пайғамбары осы ескертуден соң ешқашан иншалласыз әрекет етпеген.